арнама қош келдіңіздер. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен біз осындай керемет дәмді булочкалерді дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен жылы сүтке ашытқы қосамыз. Және де 2 шай қасық қант қосамыз. Ұн қосып, жақсылап араластырамыз. Бұл масса сондай консистенциясы қою болып шығуы тиіс. Және де оны жылы жерге бетін жауып қойып қоямыз. Бұл бізде апара болып табылады. Одан соң оның үстіне жұмыртқа, қант, тұзды қосып, және де ерітілген сары майды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Одан соң қалған ұнды қосып, қамыр илейтін боламыз. Ұнды міндетті түрде ситадан өткізу қажет. Бізде осындай қамыр көтерілу тиіс. 1 сағаттан соң негізі бір қайырған дұрыс. Одан кейін тағы да 1 сағатқа қойып көтерілген күтеміз. Содан соң осылай бөліктерге бөлеміз. Менде осындай булочкалар шықты. Одан соң 20 минутқа бетін жауып қойып қоятын боламыз. Бетін жұмыртқамен жағамыз. Содан соң қалауыңызша күнжіт себуге болады, бірақ бұл маңызды емес. градусқа 30 минуттай пісіріп аламыз, бірақ бұл өздеріңіздің пештеріңізге байланысты. Міне бізде осындай керемет булочкалар шықты. Олар сондай дәмді болып шығады, және де барлық отбасы мүшелеріне ұнайтын болады. Менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бұл рецепт сіздерге ұнайды деген үміттемін.